Сәлем достар, сіздермен бірге 100 теңге арнасы. Бүгін біз Қазақстанның ең бай 10 адамы туралы айтамыз. Олар қандай компанияларға иелік етеді және олардың байлығы қанша? Қазір бірге білейік. 10-шы орында Сәрсеновтер отбасы. Бұл отбасы мұнай, газ, қаржы және инвестиция салаларында табысты жұмыс істейді. Олар көптеген жылдар бойы Қазақстанның ең бай отбасыларының қатарында келеді. Forbes мәліметі бойынша, олардың капиталы шамамен $972 миллион құрайды. 9-шы орында Айдын Рахымбаев. Ол BA Group холдингінің акционері және басшысы. BA Group Қазақстандағы ең ірі құрылыс компанияларының бірі болып саналады және тұрғын үйлер, мектептер мен бизнес орталықтарын салады. Оның байлығы шамамен $1.1 миллиард. 8-ші орында Нұрлан Смағұлов. Ол Астана Group компаниясының негізін қалаушы. Оның құрамында Астана Motors, автомобиль зауыттары және мега сауда ойын-сауық орталықтары кіреді. Бүгінде оның капиталы шамамен $1.3 миллиард құрайды. 7-ші орында Ибрагимовтар отбасы. Олар тау, кен өндірісі, металлургия және халықаралық инвестициялық жобалармен айналысады. Бұл отбасы Қазақстандағы ең ықпалды кәсіпкерлік әулеттердің бірі болып саналады. Олардың байлығы шамамен $1.7 миллиард. 6-шы орында Тимур Турлов. Ол Freedom Holding компаниясының негізін қалаушы және негізгі акционері. Компания банк, инвестиция, сақтандыру, телекоммуникация және онлайн қызметтер саласында жұмыс істейді. Оның байлығы шамамен $5.2 миллиард құрайды. 5-ші орында Болат Өтемұратов. Ол Форд банктың негізгі иесі және қонақ үй, телекоммуникация мен инвестициялық жобаларға қатысады. Оның бизнесі Қазақстаннан тыс елдерде де дамып келеді. Байлығы шамамен $5.4 миллиард. 4-ші орында Динара Құлыбаева. Ол Халық банк акцияларының ірі иелерінің бірі. Сонымен қатар білім беру және қайырымдылық жобаларын қолдайды. Оның капиталы шамамен $5.4 миллиард құрайды. 3-ші орында Тимур Құлыбаев. Ол Халық банктың ірі акционерлерінің бірі. Сондай-ақ мұнай, газ, энергетика және инвестициялық жобалармен айналысады. Оның байлығы шамамен $5.4 миллиард. 2-ші орында Владимир Ким. Ол Казминералс компаниясының негізгі иесі. Компания мыс және басқа да металдарды өндірумен айналысады. Владимир Ким Қазақстандағы тау-кен саласының ең ірі кәсіпкерлерінің бірі. Оның байлығы шамамен $5.9 миллиард. 1-ші орында Вячеслав Ким. Ол Каспий KZ компаниясының негізгі акционерлерінің бірі және директорлар кеңесінің төрағасы. Каспий KZ бүгінде миллиондаған қазақстандық пайдаланатын қаржы және төлем жүйесіне айналды. Оның байлығы шамамен $7.8 миллиард құрайды және ол Қазақстанның ең бай адамы болып саналады. Осымен біздің топ 10 аяқталды. Ал сіз бұл рейтингпен келісесіз бе? Қазақстандағы ең бай кәсіпкер кім деп ойлайсыз? Пікірге жазыңыз және 100 теңге арнасына жазылуды ұмытпаңыз.